Дубай шоколадынан шаршаған болсаңыз, онда осындай тәтті самсасын жасап көріңіз. Ол үшін бізге катаев тестоның үстіне фисташковый пастаны қосып, жақсылап отырып араластырамыз. Енді тесто фила деп атайды. Өте жұқа осындай қамыр, соны алып бірнеше бөлікке бөлеміз де үстіне сары май жағамыз. Енді жаңағы дайын болған салмасын салып, осылай самса жасап шығамыз да, оны 180 градуста 20 минуттай пісіреміз. Біздің самсамыз суығаннан кейін ерітілген шоколадқа батырып, сыртын Дубай шоколады сияқты әсемдеп шықсаңыз болады. Өте дәмді самсалар пахлаваның дәміне ұқсайды. Сіздер де жасап көріңіздер. Сыртын шоколадпен қаптамасаңыз да болады. Мен осылай қаптап, одан кейін қалған фисташковый пастамен осылай сызықтар жасап, тоңазытқышқа алып қойдым. 15-20 минуттан кейін біздің шоколадымыз қатқаннан кейін осылай кесіп дәмін көрсеңіз болады.